Менің каналыма қош келдіңіз. Осы бейнеде мен қазір өмір сүріп жатқан кезеңге назар аударғым келеді. Бұл кезең табиғаттың салтанат құру кезеңі сияқты. Бұл жылдың ең ұзақ күндері. Күн ең күшті болғанда, сол күннің сәулесінің жарығынан ләззат алып, шарықтау шегіне жететін сәттер. Бұл бізге молшылықтың сұлулығы мен байлықты ашатын кезең. Мен осы медитацияда сіздің назарыңызды дәл осыған шоғырландырғым келеді. Олай болса, өзіңізге жайлы әрі тыныш жерді тауып отырыңыз. Табиғи матадан жасалған кең киім киіңіз. Шыны ыдысқа маусымдық гүлдерді немесе шөптерді салып қойыңыз. Сонымен қатар маусымдық жеміс жидектерді қойыңыз. Бұлар жер ананың молшылығын және біздің табиғаттың байлығын білдіреді. Ыңғайлы жағдайға келіп, көзіңізді жұмыңыз. Терең дем алып, жаймен дем шығарыңыз. Мен табиғаттың 4 элементін белсендіруді ұсынамын. Олар осы жыл мезгілінің молшылығын білдіреді. Мен сізді қызықты саяхатқа апарамын. Осы жыл мезгіліне терең үңілеміз. Сіз осы жыл мезгілді атап өткен ата тегіңізбен кездесесіз. Біз осы элементтердің барлығын белсендіруді бастаймыз. Олай болса, су элементтерін шақырудан бастайық. Су алғашқы тіршілік көзі. Шағын ағынның тастарының арасындағы аққан су сияқты бейсаналық махаббат ағыны. Барлық кедергілерді қалай жеңетінін біледі. Біз білетін барлық су пішіндерін ойланайық. Ағынды сулар, өзендер, теңіздер мен мұхиттар туралы. Жаңбырдың су тамшылары туралы ойланайық. Күнделікті ішетін суымыз туралы ойланайық. Бізге өмір сыйлайтын және бәріне қорек беретін су жайында ойлайық. Бізді жуындырып тазартатын су жайында және біздің денеміздің бір бөлігі болып табылатын су туралы да ойланайық. Судың осы элементіне алғыс айтайық. Енді от элементі туралы ойланайық. Қазіргі жаз айында күн жерге максималды түрде
өмір сыйлауда. От бұл құмарлық. От бұл киім. От бұл энергия және оптимизм. От бұл жылулық пен белсенділік. Енді энергияны әрекетке қосу керек. Өмірдің аспектілері туралы ойланыңыз. От пішіні туралы ойланып көрейік. Ол камин немесе шам болуы мүмкін. Жерге энергия беретін күн туралы ойланайық. Ол бізге өмір сыйлайтын орасан зор энергия. Қазір бізбен болған отқа алғыс айтайық. Енді жер элементіне көшейік. Біздің жер ана туралы ойланайық. Оның қойнауында жатқан минералдық байлықтары мен барлық өсімдіктерді қоректендіретін топырақ жайында. Жер молшылық, нәр көзі. Жер бұл біздің анамыз. Біз күнделікті жер басып жүреміз. Жер ана онда өмір сүретіннің барлығын тамақтандырады. Жер бетіндегі барлық тіршілік формаларын ойлап көріңіз. Осы кезде өмір сүріп жатқан адамдар мен бұрын өмір сүріп кеткен ата-бабаларымыз туралы. Олар қалай өмір сүрді, қалай егін жинады. Сіз жақсы көретін жақын адамдарыңыз жайында ойланып көріңіз. Жер бұл сіз сүйетін табиғат. Бұл шартсыз махаббат. Бұл энергияның материалдануы, махаббаттың материалдануы. Қазір өміріңізде нені іске асырғыңыз келеді? Сол жөнінде ойланыңыз. Жер әлеміне алғыс айтайық. Енді ауа элементіне келейік. Бұл элементті біз сезінеміз, бірақ көрмейміз. Ауа бізге ең маңызды нәрсені береді. Өйткені біздің өміріміз тыныстан тұрады. Ауа біздің денемізді тірі қалдырады. Ауа дыбысты өткізгіш. Ауаның арқасында біз сүйіспеншілік және алғыс сөздерін айта аламыз. Есіңізге түсіріңіз, сіз қай кезде осы сөздерді айттыңыз? Болмаса, сізге айтты. Ойланып, есіңізге түсіріңіз. Ауадан жағымды иістерді, сезген сәттерді. Өзіңіз сүйетін адамның иісін есіңізге түсіріңіз. Ауа элементі біздің шығармашылық
бастамаға жауап береді. Ол біздің адам қалпымызды сақтап қалады. Әуенді, әдемі жазылған тақпақтарды ойланыңыз. Алғаш ағаш жапырақтарының қозғалысы туралы ойланыңыз. Шөпті басын қимылдатып жатқан жел тынысын немесе бетіңізді, шашыңызды жеңіл өбіп өткен ауаны ойланыңыз. Тұқымдарды тасымалдайтын ауаны, оның жаңа өмір беретінін, жаңа жемістер беретінін ойлап көріңіз. Сол үшін ауа элементіне алғыс айтыңыз. Енді біздің рухымызды да қарсы алайық. Бұл барлық нәрсені қамтиды. Рух бізді қоршап тұрған барлық нәрсенің ішкі өмірі. Рух бізді іс-әрекетке қозғайды. Рух бұл біздің ішіміздегі шынайы ниеттеріміз. Рух бізді қиын уақыттарда қолдайды. Сонымен бірге қуанышты сәттерімізде билетеді. Рух біздің өмірлік потенциалымыздың салтанаты. Біз өзіміздің кім екенімізді білеміз. Рух арқылы сіз мен бармын, мен тірімін деп айта аласыз. Олай болса, рухымызға алғыс айтайық. Енді біз бүкіл элементтерді белсендіргенде қызықты саяхатқа барайық. Табиғат күштерінің шарықтау шегінің мерекелік атмосферасына саяхат жасайық. Сіз осы жердің құстар әнін, өсімдік шуын естудесіз. Жел сіздің денеңізді нәзік сипалап өтуде. Сіз өзіңізді өте жақсы сезініп, өзіңізбен толық гармониядасыз. Сіздің тынысыңыз жеңіл әрі тыныш. Өзіңізді жол бойымен жүріп келе жатқаныңызды елестетіп көріңіз және табиғи ортаның атмосферасынан ләззат алыңыз. Жол сізді өзен жағасына апарды. Жағаға жақын жерде сіз қайықты көрдіңіз. Сіздің рухани жетекшіңіз орналасқан қайық. Сіз әдетте байқамайтын рухыңыз, бірақ ол әрқашан сіздің қасыңызда. Рух сізді өмір бойына бағыттайды. Ол сізді қарсы алып, саяхатқа шақыруда. Сіз рухыңызға сеніп, еш нәрсеге алаңдамаңыз. Ол сізді дұрыс жерге алып келеді. Сіз қайыққа отырып, жүзе бастадыңыз. Өзенмен жүзіп келесіз. Ол өте тыныш. Сіздің рухыңыз сізді қайда алып келетінін
өзі біледі. Сіз әдемі көріністен ләззат алып отыра беріңіз. Сіз кішкентай аралға жақындап қалғаныңызды байқадыңыз. Бірте-бірте көңілді, еске түсіретін шуды ести бастайсыз. Сіз оттарды көрдіңіз. Жағаға жиналған адамдар сізді қарсы алуда. Адамдар зығырдан тігілген сәнді киімдер киіп алған. Киімдерінің етек жақтарында әдемі кестелеп тігілген суреттер бар. Қыздардың бастары жұлынған шөптердің гүл шоқтарымен безендірілген. Мүмкін сіз олардың кейбіреулерін білетін шығарсыз. Мүмкін біразын мүлдем білмейсіз. Бұлар сіздің ата тегіңіз. Олар сізді қуана күтіп алуда. Бұлардың бәрі бұл жерге табиғаттаның гүлденуін тойлауға жиналды. Сізді мол стол басына шақырып, тәтті тағамдар беруде. Барлығы қуанып, күнді, жерді, табиғатты дәріптеуде. Сонымен қатар, өз тамырынан шыққан тек ретінде сізге батасын беруде. Мен қуаныш пен махаббаттың жаратылысымын. Барлығы қуанып, өлең айтып, билеуде. Сізге де қуанышты. Жаға жанында үлкен жанып тұрған алауды көрдіңіз. Бұл сиқырлы алау. Ол жанады, бірақ жандырмайды. Сізді дөңгелек биге шақырды. Сіз оттан шығып жатқан таза энергияны сезіп, ләззат алудасыз. Сіз от жанында билеп жүрсіз. Барлық жердегі уайымдардан боссыз. Сіз бұл жердің тыныштығынан, қуаныштан рақаттанудасыз. Осы жерде жиналғанның бәрінен билеңіз, шынайы билеңіз. Жер ауыртпалығынан босаңыз. Осы жердің энергиясынан ләззат алыңыз. Қазір суға шомылатын уақыт келді. Сіз барлығымен бірге суға кірдіңіз. Су сіздің бойыңыздағы барлық жамандықты, керек еместің бәрін жуып, шайып алып кетуде. Сіздегі барлық ауыртпалық пен ауруларды әкетіп, денсаулық пен сұлулық сыйлауда. Денеңізде сергектік пен жеңілдік сезудесіз. Шабыттанудасыз. Сіз судан шығып, жанып тұрған оттың қасына келіп отырдыңыз. Сіз астыңызда күн жылытқан жерді сезіндіңіз. Жер анамен, табиғатпен жағымды қарым қатынасты сезініңіз.
жан жағыңыздағы өсіп тұрған шөптердің иісін сезініңіз. Елестетіңіз, сіздің денеңіз арқылы энергетикалық арна өтуде. Ол жер мен аспанды байланыстыруда. Сіз керемет күйдесіз. Бұл табиғатпен бірлік күйі. Сіз Құдайдың жаратылысының ажырамас бөлігісіз. Сіз арқылы жоғарыдан төмен қарай өмірлік энергия өтуде. Терең тыныс алуды бастаңыз. Энергия сіздің басыңызды, бетіңізді толтыруда. Мойныңыз бен иықтарыңыз арқылы қолыңызды, көкірегіңізді, ішіңізді толтыруда. Аяқ арқылы жерге түсуде. Өмірлік энергия денеңіздің әрбір бөлігін толтыруда. Әрбір клетканы. Қазір сіздің ойыңыз ерекше күшке ие. Жай ойлай бастаңыз. Сіз өзіңізде қай жерді жақсартқыңыз келеді? Елестетіңіз. Сіз қандай болғыңыз келеді? Сізді жақсарту емдеуі басталады. Бұл сұлулық, денсаулық, қуаныш, махаббат. Сізде жаратылыс күші бар. Сіз қазір демалғанда сізбен бірге жер анада демалуда. Сіз жердің байлығын, молшылығын сезудесіз. Сіз керемет әрі сұлу шөптерді, гүлдерді, ағаштарды көрудесіз. Сізге жақсы әрі тыныш. Осы жердің атмосферасынан ләззат алудасыз. Сіздің ойыңыз еккен тұқым тәріздес, ертең өсіп, өз жемісін береді. Жақсы, қазір артқа қайтатын уақыт келді. Сіз осы жерге және табиғат элементтеріне алғыс айтыңыз. Өзіңіздің рухыңызға, барлық ата тегіңізге алғыс айтыңыз. Ойша айтыңыз. Алғыс айтамын. Алғыс айтамын. Алғыс айтамын. Қазір терең дем алып, осы жерге, осы шаққа оралыңыз. Қолыңызды, аяғыңызды, бүкіл денеңізді сезініңіз. Сіздің денеңіз энергияға толды. Жаймен көзіңізді ашсаңыз болады. Өзіңізді қалай сезінудесіз? Жазда көбірек табиғатта болыңыз. Әдеттегідей назарыңызға алғыс айтамын. Сізге барлық жақсылықты тілеймін.